бас талап бар ғой біздікі қазір бейбіт шеруге рұқсат беру. Ассалаумағалейкум, қасиетті қазақ халқым. Бізге уведомление соны береміз болды. Нұрмаған Асқар, қала әкімдігінде отырмын. Бүгін 18 қараша 2022 жыл, барыс жыл. Біз Ғалым Рахимов деген белсенді азаматпен бірге Қарағанды қала әкімдігіне кеп ескертпе дейді, уведомление 24-25 қараша бейбіт шеру өткізу жайлы осы төлқұжатты тапсырып отырмыз. Сол себепті осы жерге кеп тұрмыз. Біз ол кісімен постоянно кездесіп талқылап әртүрлі облыста не екенін. Жігіттер бірінші тоқсан іштеңіз. Айтты жұмыс осы істеймін дедіңіз, жұмыс жоқ дедіңіз, енді предлагательдік істеймін деген не көрсіз? Сол себепті келдік. Міне осы төлқұжаттарды тапсырып отырмыз қала әкімдігіне. Қасымда Рахимов Ғалым бар. Үміткер жаңа отырмыз кеп. Жаңа Қазақстанды көрейік деп. Иә. Міне акиматтың азаматтары. Ішкі саясаттың басшысы Нұржан деген азамат. Осы қолдарына беріп тұрмыз. Оны аға анжақта тіркес. Ұстапты ма? Иә. Сол хабарда болыңыздар. Алға Қазақстан, тек қана алға. Ол қысқаша бұл. Тапсырдық.